Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Арай. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мінсіз шығатын құймақтың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа 2 жұмыртқа, шым-шым тұз, қант қосып венчикпен араластырамыз. Жұмыртқа комната температурасында болу керек. Үстіне қайнаған су, суық сүт құйып араластырамыз. Мен шым-шым ванилин қостым. Қоспасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Ұнды електен өткізіп, 2 бөліп саламыз. Бірден барлық ұнды салмаймыз, себебі біркелкі масса шықпауы мүмкін. Бәрін жақсылап венчикпен араластырамыз. Соңында 2 ас қасық сұйық май құямыз. Табаны мен сұйық маймен майладым. Орташа баяу отта видеода көрсетілгендей құймақты пісіреміз. Құймақтың шеттері кеуіп қалмас үшін әр құймақты пісірген соң сары маймен майлаймыз. Жұқа, жұмсақ, дәмді құймақтарымыз дайын болды. Таңғы асқа жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.